Достар, ассалаумағалейкум. Қайырлы күн. Қалдарыңыз қалай? Жақсы ма, амансыздар ма? Бүгін демалыс күн. Біреу демалып жатыр, біреу отпускіде. Енді мына жаз айы деген өте ерекше ғой, негізі. Аңыздашы күн деген қандай керемет болып тұр. Шүкір Алла дейсің ғой. Негіз достар, былай ғой, біз біреуден гөрі өзімізге көп серт береміз да, ант береміз. Вот мен осыны бастайын, мен ант бүйтем деп өзімізге көп деген серттер беріп аламыз. Сол өзіме берген сертті бүгін орындап бастайын деп жатырмын. Қазір көресіздер. Достар, мен өзім негізі айына бір кітап оқимын деп өзіме серт берген болатынмын. Бірақ та анау болды, мынау болды. Сонымен уақыт болмады, сөйтіп қалып кеткен болатын. Енді мен бүгіннен бастап өзіме берген сертті орындап бастайын деп жатырмын. Хотя бы күніне 10 минут уақыт бөліп, 2 бет болса да, 3 бет болса да кітап оқып, өзімді дамыту мақсатында, көзімді, тілімді, миымды кішкене қозғалту мақсатында сөйтіп бастайын деп жатырмын. Тоға, бүгін қандай күн? Бүгін Нұрдай өнімін алғандардың арасында 5 жолдама ойнататын күн. Нұрдай өнімін алып, жолдамаға қатысып үлгеріңіздер, әлде мүмкіншіліктеріңіз бар. Давайте. Так что үлгеріңіздер. Бүгін Нұрдайды алған адамдардың арасында, тек қана Нұрдайды алған адамдардың арасында розыгрыш болады. Қанша Нұрдай аласыздар, соған байланысты сіздерде шанс көп. Бірақ бір жолдама 2 адамға арналған. Бір жолдама 2 адамға арналған. Папаларыңызды жіберіп, мамаларыңызды жіберсеңіздер болады, немесе өздеріңіз жандарыңызға жақын адамды бірге алып кетсеңіздер болады.